Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Алдымен қазақ тілі дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 9-ы, сынып жұмысы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл ненің суреті? Сабағымыздың мақсаты: қоршаған орта туралы білетін боламыз, жаңа сөздерді үйренеміз, жаңа сөздер арқылы сөйлемдер құрауды үйренеміз. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері: қоршаған орта, окружающая среда, табиғат, природа, қарлығаш, ласточка, аспан, небо, бәйшешек, подснежник. Жарайсыңдар. Қоршаған орта дегеніміз не? Қоршаған ортаға не жатады? Осы сұрақтарды білу үшін келесі суретке мұқият қараймыз. Бұл гүл, бұл тау, мынау бұлт. Бұл гүлдің суреті, бұл таудың суреті, мынау бұлттың суреті. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасы: сөзді суретпен сәйкестендіріңіз. Жаңа сөздерді есімізге түсіріп, суретке қарап, сөздерді суретпен сәйкестендіру керек. Жарайсыңдар. Екінші тапсырма: мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. Мәтінді мұқият тыңдап, менімен бірге қайталаңыз. Саша сурет салды. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Бұл қоршаған ортаның суреті. Сұрақтар. Бірінші сұрақ: Саша не істеді? Екінші сұрақ: Саша ненің суретін салды? Тексерейік. Бірінші сұрақ: Саша не істеді? Саша сурет салды. Жарайсың. Екінші сұрақ: Саша ненің суретін салды? Саша бұлттың суретін салды. Саша таудың суретін салды. Саша қоршаған ортаны салды. Жарайсың. Әрі қарай кеттік. Үшінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойыңыз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыздағы үй тапсырма, төртінші тапсырма: қарашы деген сөзді қолданып, сөйлем құрастыр. Қарашы, бұл бұлттың суреті. Қарашы, бұл таудың суреті. Қарашы, бұл гүлдің суреті. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.